Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен керемет дәмді әрі жұмсақ болып шығатын вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны және қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Салқын күйде де құя берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып алған соң, ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да әдемілеп араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды електен өткізіп саламыз. Мен 2 бөліп осылай салдым. Ешқандай түйіршіктер қалмауы тиіс. Бізде масса өте қоймалжың болып келеді. Араластыру барысында біраз қолыңызға күш түсуі мүмкін. Егер венчикпен араластырмасаңыз, онда кәдімгі миксермен араластырсаңыздар да болады. Бірақ миксермен араластырғанда кішкене сұйықтау болады, бірақ дәмімен және жұмсақтығы өз қалпында қалады. Бізде масса өте қою болып шығады, қараңыздар. Вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Май жағудың, май себудің қажеті жоқ. Вафлилеріңіз жабыспайды. Егер үлкен қасықпен салатын болсаңыздар, онда 2 ас қасық салсаңыздар болады. Немесе көз мөлшерімен салсаңыздар да болады. Барлық массамызды құйып шықтық. Ұяшықтарға кейін жан-жағына кішкене жайып жібереміз. Сол кезде 4 бұрышта әдемі болып шығады. Бұл вафельницада вафлимыз өте тез дайындалады. 2 минутқа жетер-жетпес. Байқасаңыздар, асты мүлде жабыспайды, қып-қызыл болып пісіп шықты. Қалған массамызды да жаңағы біріншіде салғандағыдай салып шығамыз. Бұл рецептпен шамамен 10-12 дана вафли шығады. Менде 11 дана вафли шықты. Бұл вафли өте жұмсақ, таңғы асқа өте керемет кетеді. Балмұздақпен де жеп көрсеңіздер болады. Басқаша дәм береді. Арнаға тіркеліп жазылып қойыңыздар. Сіздермен бірге Тағам ТВ арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.